ұбт-да биологияны таңдап жатқан барлық оқушыларға сәлем, және сендерді өзімнің YouTube каналымда көргеніме өте қатты қуаныштымын. Бұл видео бізде дәрумендер тақырыбын әрі қарай жалғастырады, және бүгін біз сендермен БПП С витаминдер тобы, яғни суда еритін витаминдер тобын сендермен бүгін өтетін боламыз. Алдыңғы видеода мен витаминдерді кім ашты, қалай зерттеді, витаминдердің адам организміне атқаратын қызметі, олардың саны жайында өте подробно күшті видеоны түсіндіріп бердім. Барып қазір осы видеодан кейін бірінші бөлімін қараңдар. Ал біз бастаймыз. Бірінші суда еритін дәрумен немесе витамин ол бізде аскорбин қышқылы немесе С дәрумені. Бір тәуліктік қажетті мөлшері 60-100 мг екен. С витамині біздің организмізге ең көп мөлшерде қажет ететін витамин болып табылады. Ең көп ойланыш 60-100 мг. Есіңдер аскорбин қышқылы деген, яғни С витаминінің кішкентай кездерінде бәлкім осындай витаминдерден, кішкентай кәмпит сияқты витаминдерден жеген болатынсыңдар. Немесе С дәрумені ол бізде көп адамдарда цитруспен ауырған кезде чайға лимон салып ішеді ғой, сонымен байланысты болып келеді. Және бұл дұрыс ассоциация, өйткені цитрустық дақылдарда бізде С дәрумені көп мөлшерде кездеседі. Сонымен қатар С дәрумені бізде кездеседі ит мұрында. Ит мұрын ол міне мына бір жақта бейнеленіп тұр, орысша атауы шиповник. Ит мұрынды на самом деле көп адамдар былайша айтқанда бағалай бермейді деп айтсам болады. Бірақ мен кішкентай кезімде ит мұрынды біз көп пайдаланатынбыз. Біздің үйдің алдында өсетін, ол розация, яғни роза тұқымдарына жататын өсімдіктің тобы. Ит мұрынды кептіріп компот жасауға болады. Және кепкен күйінде ит мұрын бізде даже лимоннан қарағанда өте көп мөлшерде С дәруменін береді. Одан кейін барып қара қарақаттың құрамында кездеседі. Қара қарақаттан вареньені бүкіл қазақтың отбасы жасайды деп ойлаймын. Лимонда және басқа да цитрустық дақылдарды апельсин, грейпфрут, мандарин деген сияқты. Одан кейін барып қырыққабатта, яғни қырыққабат дегеніміз это бізде капуста. Капустанда түрлері өте көп, және әсіресе ашыған қырыққабатта. Орыстарда бұны квашена капуста деп атайды, корейцтер де бұны кимчи деп атайды. Біздің қазақтар ондай затты жей бермейді, но оның құрамында С витамині өте көп мөлшерде болады екен. Енді осындай С дәрумені өте көп кездесетін тағамдарды біз не үшін жеуіміз керек? Жалпы С дәрумені біздің организмімізге қандай қызмет атқарады? Қысқа айтатын болсам, С дәрумені адам организмінде мықты антиоксидант қызметін атқарады. Ол адам организмдегі ұлпаларды нығайтады, яғни ұлпалардың өздерінің қабырғалары болады. Солардың өте мықты берік болуына қызмет атқарады, және кофермен қызметін атқарады. Яғни ни в коем случае энергия бермейді ол бізге. Егер де С дәрумені адам организмі жеткіліксіз болатын болса, біз бәріміз білеміз, біздің иммунитетіміз төмендейді. Одан кейін барып С дәруменің жетіспеушілігі бізде қызыл еттің қанауына, әлсіздікке, ентігуге, әртүрлі ауруларға төзімділікті төмендетеді екен. Егер де сендер таңертең тістерді жуып жатқан кезде қызыл еттерін қанаса, скорее всего сендерде С дәрумен жеткіліксіз. Өйткені сендердің ұлпаларын слабый, и олар сәл кішкене күш салатын болса, сразу жараланып қалады. Сол сияқты сендердің иммунитеттерін. ұбт-ға келетін болсақ, ең атақты С дәрумені жетіспегенде пайда болатын ауру, ол бізде құрқұлақ немесе цинга деген ауру. Қараңдар, қандай белгілер бар, я? Соның ішінде қызыл еттің қанауы, терідегі осындай майда бөртпелер, өйткені адам организмінің терісіндегі ұлпалары не справляются. В принципе, қазір мен сендерге бір қызық история айтып беремін. Кезінде бізде мысалға Фернандо Магеллан деген сияқты теңізде саяхаттайтын әртүрлі экспедиция жасайтын адамдар болған. В принципе, теңізден бір мемлекеттен екінші мемлекетке жүзіп баратын адамдар болған. Одан кейін барып пираты, қарақшылар болған. Осындай ұзақ саяхатқа шыққан кезде теңіздегі адамдар құртылмайтын, бұзылмайтын тағамдарды алатын болған. Соның ішінде ол бізде просто дәнді дақылдар болуы мүмкін, белгілі бір ұн деген тәрізді, немесе какой-то бір бұзылмайтын соның тамақтың түрлері болуы мүмкін. Но жемістер бізде тез бұзылып кетеді. И өте ұзақ сапарға шыққан кезде, мынандай, скажем так, сол кемеде қызмет ететін адамдарда, сол кемеде жұмыс істейтін адамдарда осындай белгілер пайда болған. Денелерінде әртүрлі жаралар пайда болып, әлсіздік болып, ентігу пайда болған, тістері жаман қатты құртылған, қанаған, естерінен танып қала беретін болған.
болған. Одан кейін барып бір кезде адамдар бір экспедицияға барып бір материкке тоқтаған кезде сол материкте көп цитрус ағаштары өсіп тұрады. Олар оны жей бастаған кезде өздерінің қалыптарына келеді. Сөйтіп өте ұзақ ғылыми зерттеулерден кейін осындай заң шығады: егер де теңізде өте ұзақ сапарға шығатын болсаң, міндетті түрде цитрустық жемістерді өзімен алу деген болады. Енді түсініп тұрған шығарсыңдар, «Пираты Карибского моря» немесе «Пиратыға байланысты», «Қарақшыларға байланысты» любой кинода қарақшылардың түрлері өте нашар, тістері шіріген болып келеді. Бұның барлығы осы адам организмінде белгілі бір осындай кофермент, антиоксидант, С дәрумені болмағаннан, адам организмі дұрыс қызмет атқара алмағаннан, ұлпалар әлсіз болғаннан, осылай сырт келбеттің әдемі болмауы, яғни құрқылақ цинк ауруы дамыған. Все, С дәруменін бітірдік, енді келесі Б тобындағы дәрумендерге көшейік. Б тобында біз сіздермен мектеп программасында өте көп түрлерін өтеміз. Соның бірі бізде ең біріншісі Б1 дәрумені, ал оның екінші атауы бізде тиамин екен. Бір тәуліктегі қажет мөлшері бізде 1,5-2,5 миллиграмм болып табылады. Ол қандай тағамдардың құрамында кездеседі? Күріш, бидай, арпа, сұлы кебектері, жасыл ас жапырақ, салат жапырағы, сүт өнімдері, жұмыртқа, жидектер. Егер де Б1 дәруменінің гиповитаминозы болса, яғни жеткіліксіздігі болса, адамда қандай белгілер болады? Адамның басы ауырады, жүрегі жиі соғады, аяқ қолы дірілдейді. Б1 витамині жетіспесе пайда болатын ауру бізде бери-бери дамиды. Бери-беридің екі түрлі формасы бар. Когда адам организмінде истощение болып, ол өте қатты арықтап кетеді, немесе слишком қатты семіріп кетеді. Орысша бұны сухая форма және влажная форма дейді. Мектеп программасына сіздерге оны білудің қажеті жоқ, но егер де сендер белгілі бір аурудың түрін оқитын болсыңдар, ол хоть витаминге байланысты болсын, тұқым қуалаушылыққа байланысты болсын, міндетті түрде суретін қарап алыңдар. Өйткені бұл сендерге күшті жаттап алуға стимул береді. Суретпен көрсеңдер, уже бірден естеріне сақтап қаласыңдар. Негізінен Б1 витамині бізде жүйке жүйесінің дамуына өте қатты әсер етеді. Келесі дәрумен осы Б тобына жататын Б2 дәрумені. Екінші атауы бізде рибофлавин. Бір тәуліктегі қажеттік мөлшері 2 немесе 2,5 миллиграмм. Б2 дәрумені бізде болады ашытқыда, это дрожжи, бауырсақ ашытатын, нан ашытатын, бидайдың кебегінде, бұршақта, ет, сүт және жұмыртқа сары уызында болады екен. Б12 дәрумені бізде тоже орталық жүйке жүйесінің қалыпты жұмыс істеуіне, сондай-ақ зат алмасу және қан түзілу үшін маңызы зор екен. Егер де рибофлавиннің жетіспеушілігі болса, то терінің, шырышты қабықтардың зақымдануына, көрудің бұзылуына себеп болады екен. Ал адам организмде шырышты қабаттар уже бүкіл біздің сілемейлі аузымызда, көзімізде, ішкі мүшелерімізде болады. Ал егер де кішкентай балдарға келетін болса, кішкентай балаларды Б2 дәрумені жеткіліксіз болса, бойының өсуі тоқтайды, ішкі мүшелерінің шырышты қабығы мен терісі қабынады, көздің мөлдір қабығы қабынып, көзден постоянно жас аға беретін болады. Сол себептен егер де сендер мысал ретінде педиатрға, терапевтке баратын болсаңдар, педиатр сендер денелеріңді қарайды, терілеріңді қарайды, ауыздарыңды ашып көреді, көздеріңді қарайды. Бұның барлығы сыртқы белгілер арқылы диагноз қою болып табылады. И өздерің байқағандай, Б1 витамині, Б2 витамині, С витамині мына бір тамақтардың құрамында кездеседі деп айтып жатырмыз да. Қарап тұрсыңдар, күнделікті біз қолданатын тамақ: бұршақ, ет, сүт, жұмыртқа деген тәрізді да. Егер де сендер дұрыс полноценный тамақтанбайтын болсаңдар, сендерде осындай белгілер дамуы мүмкін. Яғни қарапайым терінің құрғақтығы, ауыздың, терінің жарылуы, шаштың түсуі, көздің қызаруы деген тәрізді. Егер де сондай белгілерді өздерінен байқап жатсаңдар, міндетті түрде дәрігерге барып анализ тапсыру керек. Ал біз келесі Б тобының дәрумендерін жалғастырамыз. Ол бізде Б6 дәрумені. Б6 дәруменің екінші атауы бізде пиридоксин болып табылады. Бір тәуліктік қажеттік мөлшері 1,5-2 миллиграмм. Б6 дәрумені ішек микрофлорасында синтезделу мүмкін. Адамның именно тоқ ішегінде синтезделу мүмкін. Бірақ әрине ол біздің жейтін тағамдарымыздың құрамында кездеседі. Любой витамин тірі организмдерден алатын продуктілерде кездеседі. Өйткені олардың денесінде де ол синтезделеді. Также біздің денемізде кейбір Б тобының витаминдер синтезделуі мүмкін. Б6 дәрумені негізінен нәр өзерінің алмасуын реттейді, ағзаның темірді пайдалануына,
эритроциттердің жетілуіне әсер етеді. Ол майлардың алмасуын, бауыр мен терідегі зат алмасудың қамтамасыз етеді дейді. B6 дәрумен жетіспеушілігі анемияға, дерматитке және де тырыспа ауруын туғызады екен. Келесі Б тобының дәрумені ол бізде B12 дәрумені. Екінші тобы бізде цианкобаламин болып табылады. Бір тәуліктегі қажеттік мөлшері 2-3 мг. Кездесетін тағамдары бауыр, бүйрек, балық, жұмыртқа. B12 дәруменіне бай. Оны ішек микрофлорасы тоже шамалы мөлшерде синтездей алады екен. B12 дәрумені адам организміне тоже қан түзілу үшін қажет. Ол бауырдың қызметін реттейді, жүйке ұлпасы жасушалардың жаңаруына қатысады. B12 дәрумен жетіспесе, бізде қатерлі анемия дамиды. Егер де адамда анемия болатын болса, то все, значит, адам организміне бүкіл процестер дұрыс жүрмейді деген сөз. Өйткені анемия кезінде оттек адам организміне дұрыс тасымалданбайды. Оттек адам организміне дұрыс тасымалданбаса, адамда энергия дұрыс өндірілмейді, но и бүкіл процестер де дұрыс жүрмейді. Ең соңғы дәрумен ол бізде ПП витамині, ал оның басқаша атауы бізде B3 витамині. Балапандар білдіңдер ме, то что ПП витамині ол бізде B3. Бірақ оның тағы да басқа да атаулары бар. ПП витамині немесе никотин қышқылы, немесе ниацин және де B3 дәрумені. ПП деп аталу себебі осы витамин жетіспесе пайда болатын ауруға байланысты, мен оны қазір айтамын. Никотин қышқылының тәуліктік мөлшері 15-20 мг екен. Ниацинге жануартекті өнімдермен ашытқы, ет, жұмыртқа, қара нан, жержаңғақ, арахис бай екен. ПП витамині бізде асқазан, ішек жұмысына әсер етеді. Бұл дәруменнің жетіспеушілігінен жалпы әлсіздік байқалады, адамның көңіл-күйі өзгереді, және де пелагра ауруы пайда болады екен. Яғни бұл витамин жетіспесе, адам нервный болады. Енді қараңдар, пелаграның белгілері қандай? Мына жақта сіздерге пелагра ауруымен ауыратын адамның белгісін көрсетіп тұр. Теріде көпіршіктер мен дақтар пайда болады. Осындай міне көпіршіктер және де дақтар пайда болады. Особенно күн сәулесімен қатынасқа түсетін участоктер. Мысал ретінде адамның міне қолы, мына бір жақтағы міне мойнында бәлкім футболкасы, беті осындай әсерге ұшырайды екен. Сонымен балапандар, біз дәрумендер тақырыбына арналған екінші видеомызды аяқтадық. Бірінші видеода біз сіздермен А2, яғни адек витаминдер тобын өттік. Олар бізде май арқылы тасымалданады, немесе майда ериді. Бұл видеода болса, біз сіздермен суда еритін С, ПП, Б тобының витаминдерін толығымен қарастырып өттік. Жалпы егер де ОБТ форматын алатын болсақ, ОБТ-да витаминдер өте жиі кездесетін тақырып болып келеді. Қандай тамақтың құрамында кездеседі, қандай мөлшерде кездеседі, екінші атауы қандай, пайда болатын ауру қандай, миллиграммы қандай деген тәрізді сұрақтар өте көп кездеседі, особенно көп жауаптық сұрақтарда. Сол себептен осы екі видеоны міндетті түрде конспектлеп алыңдар және де келесі сабақтарда кездескенше.